Асық 4 түлік мал мен қоңыр аңның санының орта тұсында орналасқан. Асық жіліктен алынады, оның түрлері көп. Атап айтқанда, сақа асықтың үлкен әрі шымыр түрі. Бұл асық жеткен үлкен еркек қойдан, серкеден немесе қошқар текеден алынады. Кеней көпшілік ойнауға арналған қарапайым асықтар. Асықты оңқай және солқай деп те бөледі. Оңқай оң аяғының асығы, солқай сол аяғының асығы. Сақаны көбінесе оңқай асықтардың арасынан таңдайды. Асықтың атаулары: алшы асықтың тәйке қарама-қарсы жағы, яғни алшы тұруы, тәйке асықтың алғашқы қарама-қарсы жағы, бүге асықтың деңгіс жағының жоғары қара түсуі, шіген асықтың қуыс жағының жоғары қара түсуі, омпа асықтың ашы немесе мұрышты жоғары қарап түсуі немесе тік тұрып қарауы, шоңқай асықтың омпаға қарасы жанымен түсуі. Шүрек жас малдың асығы, қойлық қойдың асығы, ешкімек ешкінің асығы, көктабан қорғасын құйылған салмақты сақа асық, құлжа құлжаның асығы, топай сиырдың асығы, жабай ірі асықты айтады. Соңғысы қолқар арқардың асығы. Біз көктемде далаға шығып асық ойнауымыз керек. Үйде ғаламторда отырғанша.